Digital Қазақстанды біз қалай түсінуімізге болады? Digital Қазақстанды біреу ойлайды, осы бір сырттағы жүрген бір программа, оған біз қатысымыз жоқ. Ол кәдімгі әркімде үйіндегі тұрған компьютері, қолындағы қалтасында 2 смартфон ұстап жүргені смартфоны. Және компьютер ол жай темірге айналып барады. Сервер деген, не деген, олар тек қана телекоммуникацияның саласын ғана істейді. Жай байланыс. Бүгін ең билеп жүрген ол софт. Не болмаса смартфондағы аппликейшндар, приложениялар деймін. Сол себептен бұл саланы біз қазақ тіліне бұрмай, ондай қалай енді интерфейсін қазақшаландырмай, контентті қазақшаға бұрмай, және бұған латын әліппесіне көшпей, өйткені оны латын әліппесін біз былай түсіну керек. Латын әліппесі оны бүгін оны қару ретінде, оны аспап ретінде көруіміз керек. Көбілер ойлайды, бізге латын әліппесіне керек. Иә, кейін кезде енді біздің азаматтарымыз осы желіде осы қазақша посттар қойып, қазақша жауап беру, ол өте жақсы үрдіс. Өте жақсы. Бірақ, мысалы мен мысалы кирилл әліппесін мүлдем қолданбаймын. Бұған не себеп дейсіз? Бұған маған аспап ретінде латын әліппесімен қолдану маған оңай. Digital Қазақстанды біз жақсы түрде қазақ латын әліппесілермен дұрыстап дамытқымыз келсе, оған ең қолайлы ABC-нет. Мен сіздерге неге ABC-нетсе, мен сетчаға түсіндірейін. Міне, мысалы, сіздерге мүмкін түсініксіз болар, міне. Міне, клавиатураны алайық. Міне, көріп тұрсыз ғой, мен ешне сөз көрген жоқпын мен. Және мен екі-ақ тілмен ғана қолданамын. Міне, мысалы, кез келген текстті редакторды алайық. Міне көріп тұрсыздар мысалы. Мынау үстіңгі нелермен қолданған басқа міне міне. Мысалы міне бәрі қайыр деп жазса, міне жерде қайыр деп уже қазақты. Қайрат мысалы, өмірбек дейсің міне. Әсел болсын, мынау орысша міне кез келген әліппе. Ал енді мен сіздерге щоб өтірік болмасын, алдын ала басылып тұр дегесін, мұны болмасын жойып тастайын да. Міне English тұр ғой, бірақ International Keyboard US. Енді қараңыз міне. Міне. Қандай біздерге символдар. Енді өні басыларыңыз келсе қазақшаны менен. Мысалы Ö, мысалы Ö, мысалы O, I, Ə. Басқа 26 әріп міне. Шыны қалай жазу, несі ол диграфтармен жаза береміз. Ол ешқандай проблема жоқ міне. Және. Онда міне, оны қалай шықтыңыз ғой? Міне апостроф. Міне апострофты басасыз да, міне Ö. Апострофты басасыз, міне Ö. Апострофты басасыз да, міне O. International Keyboard US дегеніміз, ол өте әдейі Европа мемлекеттеріне арналған. Онымен міне Германияда қолданылады, Спейнде қолданады, француздарда да қолданады. Бұны әдейі, соның ішіне бізде кіріп кеткен жөн бе дейді. Өйткені бұл әліппені біз мүлдем қалай айтуға болады? Біз басымыз ауырайды ма жаққа? Бұл стандарт. Кез келген терминал болсын, кез келген сотовый телефон болсын, 26 әріп бәр жерде. Тіпті қазір айтайын деген, егер іс жүргізуді біз мысалы қазір бассақ қазақша мемлекеттік тілде, тіпті кассовый аппаратқа дейін сол дайын. Және білесіздер, бұрыннан бері бізде сканирование қазақша жұмыс істеген. Тіпті сканирование бәрі автоматтық түрде жүре береді. Оның әлі техникалық кішкене түрлері бар. Оны просто қазіргі әрмен қарай оны нетпей қалай енді адам шатастырмай, осын сіздер ұқсандар, о да ең бірінші нақты қадам болады.